қатты ойлаған жоқпын да ше, аз алып қаламын деген сияқты. Не нәрсені өзің кеш түсіндің? Уақыт жетіспей қалған. Дайындық барысында қандай әлсіз тұстарым? 133 балл деген қандай ол? Дұрыстап фокус аламау. Бір күнде не істеу керек, одан кейін барып қанша сағат дайындалған дұрыс дейді, біреулер 10 сағат па, 1 сағат па деген секілді. Қорқады да, адам ұмытып қалады сол кезде, ұбт-ға келген кезде. 15 секундтан кейін барып миға жетеді. Мынау көп балл ғой деп сіз өзіңе жақсы нәрсе алып келеді дейтін нәрселерге бар ғой ше, азап қасам деген ой болмау керек та. Барлықтарына сәлем. Бүгін бізде инфология курсында информат бағытында жоғары нәтиже көрсетіп жүрген оқушыларымызбен жеке сұхбат болады. Біз олардан қалай 120+, қалай 130+ нәтижеге жетуге болады, олардың дайындық жолдарын сұрайтын боламыз. Бүгін бізде оқушымыз Бексұлтан оқушым. Бексұлтан, өзіңнің кішігірім таныстырып жіберсең. Мен Назымхан Бексұлтан, мен 133 балл иегері, өз инфология курсында информатика және математика бойынша 4-ші поток оқушысы, сеньор бойынша Вирам оқушысы боламын. Жалпы өзің қай жақтан боласың, қандай мектепте оқығансың? Өзім Түркістаннанмын, өз мектебім Кентау Дарын мектебінен. Күшті. Жалпы неге информатика, математика таңдадың? Мен кішкентай кезден бері өзім компьютердің жанында өскенмін, үйдегі барлығы IT мамандары болғаннан кейін, сондықтан мен информатика, математика пәніне жақынырақ болдым. Мен қаңтар ұбт-та 133 балл алдым, информатика бойынша 47 және математика бойынша 49 балл алдым. Күшті. Бексұлтан, жалпы осы дайындық барысында қандай әлсіз тұстарың бар өзіңде? Көп оқушылар қандай әлсіз тұстары жиі кездеседі? Дұрыстап фокус аламау. Бір нәрсе оқитын кезде андай басқа нәрсе ойлап кетіп, соның кесірінен оқыған нәрсесі миға кірмей қалады, андай ұмытып қалады, тез ұмыту. Оны қайта-қайта оқи беріп, және басқаға қайталап тест орындаған кезде миға более жақсырақ кіретін болады. Осы, мысалы сенде қорқыныш жоқ, ал қорқынышы бар оқушыларға не айтар едің осы жерде? 10-шы сыныптағы, 11-ші сыныптағы? Өзің былай дайындалған кезде прям бар ғой ше, есте қалатындай болғандықтан анаяққа кірген кезде қорықпайтын, яғни өзі андай атмосфераны үйрену үшін әртүрлі жақтарда былай қиын нәрселерде былай отырып осындай тест тапсыру болса да, сол сияқты болған кезде андай уже адам үйреніп бастайды да, сол қорқыныш болмағанның арқасында көп нәрсе есінде қалып кетеді. Қорқады да, адам ұмытып қалады сол кезде ұбт-ға келген кезде. Ол үлкен минус болып келеді да, ал адам өзі үйреншікті жағдай болғаннан кейін өзінің уверенный болғанның арқасында өзін алып көтеріп шығады. Күнделікті үйде жүрген сияқты бір атмосфера болса да, ол қорқыныш қалай жеңуге болады? Сен қалай жеңіп көргенсің ол қорқынышты? Мен түрлі жерлерге андай көптеген олимпиада сияқтыларға қатыстым, былай өзім қатысып көрдім. Интернетте болса да, өзіңе жақсы нәрсе алып келеді дейтін нәрселерге бар ғой ше, азап қасам деген ой болмау керек та. Мен жоғары балл алам деп ойлау керек только. Азап қасам мынандай болады ғой деп ойламай, аз балдың өзім былай, бұл қатты жаман болмайды деп ойлау керек. Егер де азап қалам деп ойласаң, бұл қатты андай трагедия деп ойламай. Осы күшті, керемет, шынымен үй сияқты кірсең, бір үйінде емтихан тапсырғандай болады. Анаяқта қорқудың орнына наоборот күліп отырсаңдар, вообще күшті емтихан тапсырасыңдар. Бексұлтан өткен сол оқиғаны, Бексұлтан айтқан тыңдап, сонда көбірек тест-центрларға барып көру керек. Ол да болады. Андай өзім бар ғой, түрлі конкурстарға қатысып, әртүрлі универлердің сияқты солар уже бар ғой. Мысалы, ол да өзіңнің болашағыңа байланысты да, сол арқылы уже сәл-пәл үйреніп бастайсың. Ана жерде уже қобалжығанның өзінде былай ұбт-ға кіргенде сәл-пәл оңайырақ болады. Оның өзі де былай өзіңе де жақсы, өзің жақсы жаққа алып келеді егер де ұтатын болсаң. Сол сияқты ғой. Одан бөлек сен жалпы күніне қанша сағат дайындалдың, одан бөлек бір күннің примерно қалай өтетін? Осы көпшілік сұрайды, бір күнде не істеу керек, одан кейін барып қанша сағат дайындалған дұрыс дейді, біреулер 10 сағат па, 1 сағат па деген секілді. Мен өзім орташа күніне 2-3 сағаттың оқыдым. Былай адам өзі демалу мен оқу жағынан баланстау керек. Тек қана оқи берген кезде андай кейде ми шаршап кетеді да, ондай кезде дұрыс демалып сол екеуін баланстап отыру керек. Кейде көп оқып кетсең де болады, бірақ негізі ең дұрысы андай графикпен оқығанда жақсы, бірақ көбінесе орындалмай қалады деген ой болады да. Вот сол кезде бірақ ең басты демалыс пен ұйқының балансын ұстап тұр. Қалған оқиғалар уже өзіңе байланысты былай. Ойнап жүресің ба, былай уже главное естен шықпайтындай болу керек та ше. Өзің демалған кезде де былай ойлап жатасың ғой ұйықтардың алдында, кейде сабақты ойлап кетесің, мынандай ғой деп. Сол кездерде болады. Одан бөлек осы
оқушыларға, мысалға видеоны көріп отқан оқушыларға мысалға өзіңнің ең үлкен бір қателігімен бөлісіп берші. Осы ұбт дегенде ең үлкен қандай бір қателік жасадың? ертерек бастамау болды, және де басында сабақ басталған кезде Аха. мен бұны білем ғой деп оқымай кететін болады. Ол сен барынша білсең де кішкентай біраз деталь болады, андай өзің білмейтін, сол детальдар бостан босқа қалып кетеді да, соның кесірінен адам өзі жайлап жақсы жинаудың орнына түсіп бастайтын болады. Мен бұны білем ғой деген сияқты керек емес. Білетін болсаң да қайталап болса да, новый заттар шығып болса да оқып шығу керек қайта. Не нәрсені өзің кеш түсіндің, осы қателіктерді, тағы да не нәрсені кейін барып түсіндің, не істеу қажет екен? Сол бағана уақыт жетіспей қалғанын, уақытты ертерек бастағанда, Ең идеальный уақытта бастаған дұрыс деп ойлайсың жалпы өзің? 10-шы сыныптың басында 10-шы сыныптың басында, иә. немесе ортасында. Өзің жалпы реакцияң қандай болды? 133 балл деген қандай болды? Қандай күшті? Басында Сезімдер өзі адам бар ғой, бағана айттым, пробналар тапсырып жүреді, мектепте де пробналар тапсырған. Сөйтіп жүрдік та біз. И ол кезде өзі менің нәтижем обычно 128-130 болады. И ана жерде 133 балды көрген кезде басында ойладым, мынау әшейін бал ғой деп, андай қатты үлкен деп көп деп ойламадым да. Басында. Одан кейін сәлден кейін бір 10-15 секундтан кейін бар миға жетеді. Мынау көп бал ғой деп сосын барып ойлаймын да, ана жерде мына көп бал емес па деп қарап отырам. Балдарым жоғары болып тұр да ше. Сосын барып түсіндім, оны жоғары бал екен. Әйтпесе басында түсінбей қалдым, өзім средний бал деп ойлаған. Осындай сияқты қуанып жоғары нәтижеге жеткісі келетін, сенің жолыңды қайталағысы келетін оқушыларға, даже сенен асып вообще күшті бал жетемін деген оқушыларға бір кеңестер айтшы. Ол адам бағана мен сияқты фокус алмай емес, адам бар ғой, фокус алуға тырысу керек, барынша бар ғой. Кітапты оқитын кезде әр деталіне шейін былай көзбен елестеткен адамға оңайырақ болады да, андай бағана фокус алуға. Былай басқа нәрсе ойлап кеткен кезде, мысалы, бір нәрсені 10 рет оқысаң да қайттан миыңа кірмейді. Соның кесірінен былай барынша фокус алуға тырысып, әр жерден көріп былай үйренген дұрыс болады деп ойлаймын. Күшті. Осы 10-шы сыныптарға бір кішігірім жолдау айтып жіберсең? ұбт-ға ертерек дайындалып, соны тілеймін, сәттілік тілейтін боламын, жоғары балл жинап шығуларыңа. Күшті. Керемет. Жақсы, Бексұлтан. Рахмет келгеніңе.